Қонақтар, қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар, ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қазақ халқында айтады ғой, тойың тойға ұласын, салған әнің қырассын дейді. Байқасаңыздар, тойымыз тойғыласып, әніміз қырасып, Шырайлы Шымкент қаласында. Мақтарал ауданы Атакенттің тумалары, Майман руынан тараған Қоңырбаевтар әулеті халқымыздың қазыналы тойы. Қыз ұзату тойын жасап жатқанда той құтты болсын, қазақ қыздарының бағы жансын деп, той жасап жатқан әулетке бір жастап шабала құрып қойыңдар. Барыштарыңызды туысына жаққан Ал енді бәріміз осы келін алатын кезде, қызды ұзататын кезде қандай әулеттің ұрпағы деген сұрақ туындайды. Сондықтан ардақты ағайындар, өздеріңізге көл көсір мерекелі дастархан жайып жатқан осы өскен-өнген әулетті таныстыратын болсақ, бүгінгі той Қоңырбаевтар әулетінің қуанышы. Бүгінгі той Тәшім Ақсақал мен Ұлбосын апамыздың ұрпақтарының қуанышы. Осындай ортамызда атамыз бен апамыз болмаса да, сондай жандардың орнын жоқтатпай, есігіне жаман адамды аттатпай, менің немеремнің тойы деп, тойдың төрінде жарқырап отырған аналардың анасы, даналардың данасы менің Зағира апама қандай шабала құрастыр. Көрсетіп көзіңіздер, аналар аман болсын. Апа, немеренің тойы құтты болсын. Ал енді осы кісілерден баталған бүгінгі тойдың егесі дастарханның төресі, сіздермен біздер ерекше құрметтейтін, ерекше жақсы көретін Шымкент қаласының құрметті тұрғындары, ол Сұлтан ағамыз бен Ақмарал жеңгеміз. Енді Сұлтан ағамыз осы тойға келмесе да үлкен сәлемін айтып жатыр. Дегенмен де осы тойда сіздерді үлкен жақсы бір ниетпен қарсы алып жатқан ағамыздың әулеті бар, ағайын туғандары бар, бауырлары бар, және сіздерге құрмет көрсетіп жатқан Ерсіндей бауырымызға да бір қол шапала құрып қойсаңыздар болады. Қуанышы құтты болсын дегеніміз келеді. Қырмызы гүлдің мекені, қырдан да кетер бір күні. Қызғалдақ қызға қашан да қонақсың деген төркіні деп. Бүгін осы шаңырақтың ханшайымы ертеңнен бастап Алматының аяулы келіні болғалы тұрған менің Тұрсынай қарындасымның ұзату тойы басталып отыр. Өйткені қызымызға көз салып, содан кейін сөз салып, сыңғырлатып сырғасын тартқан жаңа құдаларымыз мінекей үлкен бір кеше қара шаңырақтағы құдалықта батасын берді. Үлкендердің батасынан кейін мінекей Шырайлы Шымкент қаласындағы номері 1 элегант ғимарат салтанат сарайында Тұрсынайдың ұзату тойы ары қарай жалғасын тауып жатыр. Ардақты ағайындар, санаулы сәттерден кейін менің ерсі бауырым аманат ретінде өзінің еркесі Тұрсынайды той төріне арнайы алып келеді. Сол кезде бір Алланың атынан тілек тілеп тұрыңыздар. Ендеше ел болып орнымызда тұрайық, шапалақты ұрайық. Дана Мақатаеваның әнімен бүгінгі кештің ханшайымы Тұрсынайды қарсы алайық ардақты ағайындар.